Сәлем достар, бүгін бізде Аликош пен Инкосяның арасында жарыс өтеді, яғни сурет салудан. Бүгінгі біздің тақырып табиғат жайлы болады. Дайынбыз ба достар? Иә! Достар, мен қазір күн салып жатырмын. Күннен кейін мен тау саламын, таудан кейін үй саламын. Достар, мен күнді салып біттім. Қазір мен бұлттар салып жатырмын. Көп бұлттарды. Бұлттардан кейін мен өткір таулар саламын. Олардың таулардың үстінде қар жатады. Және ауылдың суретін саламын. Инкося, сен сразу фломастермен салынасың ба? Иә. Саған болмай ма? Сен карандашпен салуға. Саған тағы да фломастермен салу керек. Иә, білем, маған солай ыңғайлы. Достар, мен суретімді салып болдым. Алихан, сен әлі болған жоқсың ба бұя? Мен саған көмектесейін ба? Жарайды, олай тезірек болады. Сен маған бояуға көмектесесің бе? Иә. Табылшы тапқасым тек өзіңе жарасар қылығың тәтті, бойыңдағы сұлулықтың бәрін ұнаттым. Тау секілді демісің қатты-қатты, екеуміз жарық көшемен келеміз, қолымызда тәтті латтым мен. Серуендеп түн қалматтым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. Достар, біз суретімізді салып болдық. Қане енді көрсетейік. 1, 2, 3. Достар, бұл Алихан мен Іңкәрдің салған суреті. Комментарийға пікір қалдырыңыздар.